қаншама жыл, 10 жылдан аса қызмет етіп, осында мешітімізде қаншама жыл қызмет етіп, отымен кіріп, күлмен шығып жатқан жігіттеріміз бар. Осында мешітімізде дәретхананы тазалап, түнде ұйықтамай мешітімізді былай айтқанда қарауылдап жүрген жігіттеріміз бар. Қаншама айтады ғой, пайғамбарымыздың да өсиетінде де келеді, естіген шығарсыздар. Мына қиямет күні еш нәрсенің көлеңкесі болмаған кезде, күн соншалықты ысыған кезде, адамдар өзінің күнәсіне соншалықты кері ағып төгілген кезде, өз күнәсіне батқан кезде, бірнеше адамды Алла Тағала өзінің көлеңкесіне алады. Соның бірі жүрегі мешітке байлаулы болған адам ретінде, жүрегі мешітке байланған адам Алла Тағала өзінің аршының көлеңкесіне алғысы келеді. Сол сияқты бүгін әсерлі сәтте тұрмыз. Мешітімізде қаншама жыл қызмет еткен, осында дәретхана жуып, тазалап, түн ұйқысын бөліп, мешітімізді қарауылдап жүрген бізде Әмірсейіт Сапарбекұлы деген ағамыз бар, өкіліміз бар. Ол кісі біраз жыл қажылыққа, сапарына баруды армандаған. Қаншама түнде ұйықтамай, былай айтқанда құлшылығын жасап, Алладан сұраған. Негізі өзі білмейді, сіздердің алдарыңызға сол шақырып тұрып, онға қажылығына жолдауды есептеңіз. Аллаху акбар. Өзді жаңа шақырдым, бүгін негізі кезекшілігі болған жоқ, Алла разы болсын. Мына Ақсай мешітінің ұйытқы болуымен және де мына Алматы қаласындағы зекет қоры бар, сол зекет қоры ұйымдастыруымен жомарт жандардың спонсорлық, былай айтқанда қаражаттың қолдауымен, былай айтқанда осы кісіні бір умра қажылығына жіберсек деген бір жоспарымыз бар. Қанша күн береді? 13 күн. 13 күн. Енді Алла қабыл етсін. Алла разы болсын. Қаншама дұғаларыңызда сұрайтын естіп жүретінбіз. Қажылыққа барсам, умра қажылығына барсам деген. Өзі жаңа айтқан жоқпыз. Мешітте болып отырмыз, қатысып отырмыз. Алла разы болсын. Міне қаншама бауырларымызда мешітте қызмет етіп жүрген, дәретхана тазалап жүрген, оның қызметін біз білмейміз, аламаймыз. Төгіп кетеміз, шашып кетеміз, біреуіміз. Тіпті өз баламыздың артынан жинап жүрсеңіз шашап қаласыз. Сол үшін қаншама адамдар келіп жатқан жерді тазалап жүру оңай білмейміз. Сол үшін Әмірсейіт аға, Алла разы болсын қызметіңізге. Алла қызметіңізді топтыр ғой, міне. Умра қажылығына. Керемет қуанышын көз жастары. Алланың шақыруы. Алла осылай бармаған жастарды шақырсын иншалла. Алла нәсіп етсін баршамызға.